Әжінез атындағы Нөкс мемлекеттік педагогикалық институтында мен діни экстремизм һәм терроризм қаупін қалай түсінумен атамасында ұшырасу болып өтті. Нәубетте хабарымыз міне осы ордан даярланды. Плажда дәслеп тарихани иелері тарапынан діни экстремизм һәм терроризмнің жәмиетлік рауажлануында ұнамсыз ақпетлері, олардың жастар санасына тәсір ету ұсыллары, сондай-ақ интернет һәм социалдық тармақтар арқылы тарқалып отырған зиянлы идеялардың қаупі хақында түсініктер берілді. Сонымен бірге экстремизм һәм терроризмнің дінменен ешқандай байланысы жоқ екенлігі, керісінше бұзғын жүргізушілер тарапынан дінні қабы астында әмелге асырылуы тұрмыслық мысалдар арқылы түсіндірілді. Біз жастар діни экстремизм һәм терроризмге қарсымыз. Себебі елімізде тыныштықтың жоғалуына алып келеді, һәм инсан өміріне үлкен қауіп тудырады. Біз тыныштықты, тәлімді һәм бір-бірімізге болған құрметті қадірлейміз. Себебі ешқашан біз зорлық һәм террор жолларын қоламаймыз. Біз жастар қанша зерек һәм білімлі болсақ, терроризм қауіплеріне қарсы тұра аламыз. Плаж давамында қатынасушылар өзлерінің пікірлерін білдіріп, қызықтырған сұрауларына тарихани иелерінен тиісті жауаптарын алды.